Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен осындай жұмсақ өп-үлдек болып шығатын бауырсақтың рецептімен бөлісемін. Өте керемет болып шығады. Каналыма тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Електен өткізген ұнымызды дайындап аламыз. Мен аштығына алдын ала дайындап қойдым. Осы аштығымызды қосып, содан соң бір дана жұмыртқамызды қосып, одан кейін шай қасықпен 2 қасық қант қостым. Сосын 50 грамм сармай ерітіп, оны да қосасыздар. Енді осыларды кішкене елеп жіберіп, артынан қайнаған жылы су, тұзды суды қосып отырып, қамырды илейміз. Қамырымыз дайын болып қалды. Қолымызды кішкене сулап отырып, әбден иығын қандырып, басып илейміз. Осымен қамырымыз дайын болып қалды. Енді кішкене сұйық майды бетіне жағып отырып, тағы кішкене илеп жіберсеңіздер, өте керемет болып шығады. Жұмсақ болып, қолдарыңызға жабыспайды. 2 сағатқа орап қойып ашытамыз. Енді міне ашып дайын болды бауырсағымыздың қамыры. Енді жайып, кесіп дайындаймыз. Қамырды өте жұқа, сосын қалың қылып жаймаймыз. Орташа қылып жайып кесеміз. Қамырымыз дайын болды. Енді мен стаканның көмегімен осылай домалақтап кесіп аламын. Стаканның көмегімен осылай кесіп болған соң, артық қамырларды шетінен жинап аламыз. Оларды қайтадан илеп қойып бауырсақ жаямыз. Енді қатты ысып тұрған майымызға бауырсақтарды салып, 2 шетін аударып отырып пісіріп аламыз. Бауырсағымыз пісті, енді осылай сүзіп аламыз. Міне осымен бауырсағымыз дайын болды. Өте керемет, жұмсақ болып пісті. Дәмі өте керемет болды. Каналыма тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет. Баршаңызға ас болсын.